Assalamu alaikum Miguel. Endi I'll try to like толық қарабақшада сөйлеуге hareket етемін, бірақ арасында English'ым болады. I hope you guys understand English as well. So, screen көрініп тұр ғой? Окей. Онда бастадық. Хаммеге ассаламу алейкум. Бүгін Гүлбану менен тілдерді үйрену бойынша воркшопымыз болады. Гүлбану өзі кішкене кезінен бастап, мектеп кезінен бастап, кореец тілін нөлден бастап өзі үйренген. Топик 5 алған C1 дәрежесінде, басқа соған ұқсаған Chinese, Japanese тілдерін үйренген. Инглиз тілінде де акценті зор. Мен өзім білгенім ұшынам. Кейін Зинет Хаммеміз Гүлбануды жақыннан танығанымыз үшін тілдерді үйрену бойынша, именно өзі үйрену бойынша жүдә жақсы тәжірибесі болған үшін, соның үшін мұрат қылдық, шақырдық воркшопымызға. Һәм бүгін презентациясы бар екен, солармен үйретеді. Хаммеге сәлем, менің атым Гүлбану. Һәм бүгін мен тілдер үйрену бойынша осындай презентация қыламын. Ең баста тіл үйренудің жақсы жағын айтып кетейін. Енді тіл, like you learn a language and then you get to like speak another, like a whole another language. Соның арқасында you get to like talk with so many people and you just like start discovering like another version of yourself. Өзіңнің басқа неңді үйреніп бастасаң да, басқа өзің туралы білмеген заттарыңды біліп, һәм басқа сондай басқа culture'лардың, басқа елдердің нелерін не дейді, culture'ларын үйреніп, ол маңдай like it just like changes your worldview like completely. So, and this is a quote by my actually like Japanese like author Haruki Murakami. Learning another language is like becoming another person. Ең баста мен өзімді таныстырып өтемін. Одан кейін мен әр тілді, English'ті, Korean'ді, басқа тілдерді қалай үйрендім, солар туралы айтып өтемін. Like my language learning journey. Одан кейін сіздер үшін тілді қалай үйренуге болады. Нелер қолдануға болады, солардың бәрін айтып өтемін in a very like detailed way. Өзімді таныстырып өтемін, менің атым Гүлбану. Мен 17 жасында Корея мемлекетіне bachelor's degree'імді қолға келдім. Қазірде менің тарауым business administration. Яғни біздердің тарауымызда маркетингнен баслап, accounting, finance, һәммесін бірге қосып үйренеміз. Мен туралы fun fact, мен 7-8 классында тэквондо менен пиано нелеріне like классларға барып, бірақ бір айда қойып кеттім. Like I always try to like try new things, try new hobbies, but I think that was kind of fun, but I just thought like it's not really mine, so I just gave up in a month. Енді мен университетте бірінші семестрім қалай өтетінін айтып беремін. Негізі бірінші семестрімда мен оқуға тапсырған кезде өзім тапсырдым ғой енді. Содан кейін біздерде Өзбекстан менен басқашалауда like education system. Өзбекстанда сайтындай қылып өзің ондай оқыған келетін нелер келетін болған сабақтарды сайлауға болмайды ғой. Бірақ біздерде әр семестрдің басында course registration деген болады да. Course registration деген бұл өзіңнің ұнайтын сабақтарыңа тәрінсің да. Сол сабақтарды оқисаң, соларға register қыласың, соларға қосыласың. Сөйтіп, ол кезде мен үйде едім, сол ең бірінші семестріме course registration болған кезде, сол класслардың, сабақтардың тіліне қарамағанмын да, қандай тілде болып өтетініне. Сөйтіп,
4 сабағымның 3-і in Korean болып кеткен, соған қарамағымын. Сөйтіп, бүткіл семестр бойы 3 сабағымда accounting, statistics, сондай қиын сабақтардың бәрін in Korean, корей тілінде өттім. Қатты қиын болды бірінші семестрім, себебі I didn't really expect to study such hard subjects in Korean. Сөйтіп, ұлыма достым менен андай кофе-шопларда 5-6 сағатлап отырып, ұлыма мектептің мындай несінде кітапханада да түнімен азанға дейін қалып таярланып отыратын едім. Korean ындай C1 level болғанменен, жақсы білгенменен, бәрібір академик болғаннан кейін, ындай мектептің сабағы болғаннан кейін, университеттің сабағы болғаннан кейін қиын сөздер көп болады, бәрібір не? Сол һәм білмейтін сөздердің бәрін бірім жазып, һәм сабақты оқитын, һәм тілін үйренетін. Соң үшін сондай болды. This is like on the third image, you can see the view of our school during winter. Біздердің кампусымыздың сұлу, өзіме ұнайды. Сондай қыста сондай you can see this kind of view in the campus. Соның үшін қатты андай romanticize қылмай қояйын. Like, I don't really want to romanticize my university life too much because, guys, academic stress is real. Бәрібір менің экзамендердің уақытында мындай күйіп пісесіз. It's always like, oh, I can't stand this semester anymore. Бірақ былайынша, it's like fun, but also like during the finals and during the midterm seasons, it can be really, really stressful. So үшін егер оқуға енді тапсыратын адамдар, be prepared. Таяр болың. Мынау есе менің университетімда ең бірінші презентацияға шыққан күнім. Мен үшін ең андай cringe day болды. Себебі онша таярланған жоқ, мен таярланып едім, бірақ енді ең бірінші презентациям болғаннан кейін қатты nervous болдым да, қатты уайымдап не. Сол күні даусымам шықпай қалды presentationда. Бірақ бәрібір I just finished it anyway, and yeah. And these are my classmates, like on the right side. And this is the view of our campus. Мен Hanyang университетінде оқимын, һәм мынау ең андай несі, like кіріп келетін, like the main building of our campus. I don't know why the image is blurry, but yeah, this is like the building of our department. Like this is like the School of Business. Осы жерде көпшілік сабақтарым осы имаратта болып өтеді. Actually, I live in Seoul, but ең хаммиңіз білетін шығарсыз. I don't know, like people who are interested in Korea might know this library called the Starfield Library, and it's like so huge and like so popular. And honestly, even if I live in Seoul, I've only been there just like twice or so. And last year I went there like during the Christmas time, and it was so beautiful. You can see like, gosh, it's actually so huge. You can look at how like the people, they're like they look so small in the picture. Men ham жұмыс істеп, ham оқимын. Like I work part-time. 6-шы қала күндері демалыс, сабақ болмайды. Сол күндерде like PC кафеда жұмыс істеймін. Менің жұмысым кофе істеймін. Like I just make this kind of like smoothies, and I take care of the establishment. So yeah, and on the third picture, it's just me at work. Енді мен тілерді өзім қалай үйренген туралы айтып өтсем, мен хаммия тілді, like I took some classes
for my languages, like for English, but I learned Korean like 100% by myself. 100% өзім үйрендім 8-ші класстан бастап. Ең баста English туралы айтып өтсем, Englishқа англис тіліне бірінші класстан бері қызығамын да. Бірінші класстан бері басқа сабақтардан онша жақсы баха алмасам, сол англис тілін жақсы баха алатынмын. But it was not really serious. Қатты serious қабылдамадым да Englishті 6-ші классқа дейін. 6-ші класста менің достым OP һәм мен we just like decided to take English more seriously, and мен ол кезде телефоным жоқ еді 6-ші класспан, тек мамамның телефонын алып, әрдайым сол social медиаға кіріп, Телеграмда бір канал бар еді, сондай Learn English деген. Сол каналда үйренетінмін. Бұдан кейін Телеграмнан шығып, YouTubeға кіріп, андай like channels for learning English деп ізлеп, тек телефон менен интернетті қолданып, ол кезде note taking қылмайтын, ол кезде кітабым жоқ, ома тек просто like I just used a phone and internet. Сол 6-ші класстан бастап 8-ші классқа дейін мамамның телефонын қолданып келдім тілдерді үйрену үшін. And then on my 8th grade, I finally got my very first phone and started learning languages even more extensively. So yeah. And actually on the images here, it's my room back at home. And I used to love my room so much. Like, I don't know why, but in Korea, like in the houses, we don't really get much sunlight because there are like high buildings everywhere. So, I mean, like in most houses, there's not much sunlight. So I think the only thing that I took for granted when I was back at home is like the natural light. And бірінші image'da менің достарым һәм мен just like studying at my house. Енді Korean туралы айтып өтсем, корей тілін мен ең баста үйреніп бастаған кезімде, ол кезде K-pop пен K-dramаға қатты қызығатынмын. Енді солар болды, себебі like they were like that was like the reason why I started learning Korean. I was like a big fan of BTS, and like I thought like studying in Korea was the only way to actually like visit their concert. Соң үшін концертіне, BTS-дің концертіне бараман деп 2020-да 2020 жылда корей тілін үйреніп бастадым. And at that time, when I like started learning, I just set a goal for myself. Мақсат қойдым, сондай мен корей тілі мен инглис тілін үйренемін. IELTS пен топик аламын, сөйтіп Кореяның универларына тапсырып, сол жерде оқимын деп. And on the image here, it's just me pulling an all-nighter in the library. Түнде кітапханада бірінші семестрімда сол экзамендерге тәйярланған сурет. Корей тілін үйреніп жатқан кезде да, сол 2020-да 8-ші класс педім, 7-ші класс педім, сол баста мамамның телефонын қолданып, әр түрлі андай application болады ғой, language learning applications like for Korean. Мәсін бірім тартып, олма сондай қылып, одан кейін андай ноутбуклар сатып алып басладым, like блокнот, сөйтіп note taking қылып басладым. Оның кейіні олманындай I started like printing textbooks, like a lot of like Korean textbooks, and соған көп ақша кетті, себебі like I printed out so many like textbooks for learning Korean and spent a lot of my mom's money for that. сөйтіп корей тілінің базасын үйреніп болғаннан кейін топикқа тәйярланып бастадым. 2020-да корей тілін үйреніп бастаған болсам,
2023 ноябрінде топикқа тапсырдым and I got like UGUP, which is like C1. And on the image here, you can see, actually this is not my picture. I just took it, тек просто Pinterest'ten алып жүретін. Мына жерде Кореяның топ университетлері жазылып тұрды. SNU Korea, like SNU Korea University, Yonsei, ең ақырында Ханьян. Осы Ханьянда оқытпан қазір. Сол корей тілін үйреніп бастағанның себебі жаңағыдай BTS, дорама болды ғой. Япон тілі менен Қытай тіліне де сондай I'm a huge fan of anime, and especially this studio called Ghibli. I think most of you guys have heard of it. And аниме көрген кезімде әрдайым сол in Japanese, Япон тілінде инглис тіліндегі субтитрлармен көретінмін да. And suddenly I just felt like, oh, I really want to be able to understand what I'm watching. I just тек қана субтитрға қарамай кәдімгідей түсініп көргім келеді деген ой пайда болды. Соның үшін I didn't waste much time, уақытымды кетірмей, ол япон тіліне де сол жаңағы application'ларды тартып, I just like downloaded so many apps and then started studying Japanese as well. I don't know if you guys know Attack on Titan, but I'm a huge fan of Attack on Titan, and I think that was like one of the reasons why I learned Japanese, but mostly just just anime itself. And also, yeah, not just anime actually. I was pretty much interested in the Japanese culture itself, and I also used to read so much like of Japanese literature. So yeah, that was actually a very random decision. Қатты бір қысқасы бір күні бір Қытайдың бір киносын көрдім, Better Days деген. Оны Қытай тілінде, жаңағы инглис тілінде субтитрлармен көрдім да. Сөйтіп қарасам, Қытай тілі қатты жағылмай езіліп кетті, міне құлағыма не. And I just got so much interested in it, and I was like, oh, I want to speak this language. Осы тілде де сөйлегім келіпті деген ой пайда болды. Содан кейін I just bought another notebook, басқа Қытай тіліне басқа блокнот алып, Қытай тілін үйреніп бастадым. Бірақ actually I learned Japanese and Chinese both when I was at home and when I was done with both English and Korean. And I had so much free time, so I was learning these two languages, but now ham оқуым бар мына жақтан, ham экзаменлерім, профессорлар жаңағыдай assignmentlер үйіп береді әр апта, ұлма уақытым болмайды қысқасы. Соның үшін тек қана қазірше I'm planning to get back to Japanese and Chinese during winter vacation. So yeah, and I'm very excited about it. So so on the very last section of this presentation, I'm just going to сіздерге типтер беремін. Тілді қалай өздеріңіз еш андай үйде отырып, андай көп ақшада керек емес, оған тек лаптопыңыз, ямаса телефон, интернет болса болды. Optional, just some pens or notebooks. So yeah, ең бірінші, be passionate. Үйреніп отырған тіліңізге
қызығуыңыз керек та кәдімгідей не сол үйреніп жатқан тілдің жаңағы несіне like in the culture of the language, like in the culture of the country, like of which like the of which my English. So үйреніп жатқан тіліңіздің елінің culture'ына қызығуыңыз керек та. Тек қанандай мен болдым мына елде оқығым келеді деген I don't really think that like studying abroad is like the only motivation that you can have. So like passion is like the most important thing. Тілге расынан қызықпасаң бәрібір кейін бір екі айдан кейін қойып кетуің мүмкін да. Соның үшін just pick a language, just choose a language that you like. So yeah. And secondly, just practice. Practice makes everything better. I'm so sorry, I'm not really done with the PPT, but yeah. Үйренесіз ғой, like application'ларды қолданып, textbook аласыз ба, болмаса YouTube'дан жаңағы онлайн видеолардан көріп үйренесіз ба, or кәдімгідей офлайн классларға барасыз ба, тайлықтарға барасыз ба. Practice болмаса еш пайдасы жоқ та бәрібір не. Жазып practice қылуыңыз керек, сөйлеуіңіз керек. Сол үйреніп жатқан тіліңізде киноларды, андай YouTube каналдарды, видеоларды көруіңіз керек. Like you need to be like engaged with the language that you are learning. So соның үшін тек қана андай қылып грамматикасын үйреніп, жаңағыдай тек үйрену болмау керек та, һәм жаңағыдай сондай не болу керек, кәдімгідей практикада қолданып үйрену керек. Соның үшін мен мына екі application like app'ты suggest қыламын. Біріншісі HelloTalk, екіншісі Tandem. Екеуі де андай chatting сөйлесуге арналғанда, бірақ specifically for language learners. Ішіне кірсеңіз, ішінде әмме адам жаңағыдай тіл үйреніп жатқан адамдар болады да. Сол кісілердің мысалы English үйреніп жатқан болсаңыз, like if you're learning Korean or like English whatever, you can just like find for people who know English. So English'in native level'da білетін адамдармен сөйлесіп practice қылсаңыз болады. Or if you already know like Russian, there are a lot of people who are learning Russian, and you can just like help them learn Russian, and while they help you learn English or like Korean or like Japanese or whatever language that you're learning. So yeah, just speak, just write, like, and yeah. Ең бірінші болып мен тіл үйреніп бастаған кезінде ең бірінші болып қалған затым бұл жаңағы Instagram болсын, YouTube болсын, Telegram'дағы каналдар болсын, English пен Korean'нан басқа тілде болған каналдардың көбісін мен өшіріп тастадым. Instagram'да кәдімгідей unfollow қылдым жаңағы like the Russian content or like I don't know, like the content that were in my native languages. So сөйтіп жаңағы блогерларды көрсем, сол жаңағы American bloggers, American YouTubers, or like Korean YouTubers, YouTube көрсем, тек қана сол контентті in English or in Korean көретінім. Кино көрсем, оригиналында мысалы American movie болса, English movie болса, like British movie болса, әмесін сол қанға оригинал тілінде көретінім. Like with subtitles. Субтитрменен һәм естіп, һәм оқып, білмейтін сөздерім шықса, ерінбей, әмесін бір жаңағы немен жазып шығатыным блокнотыма. Ядымда қалмауы мүмкін сөздер, бірақ бәрібір жазып шыға берсең, кейін like in the future you might memorize them somehow, like. So yeah, кино көрің,
блогер like YouTube'дағы видеоларды көрің, сөйтіп Instagram қарайтын болсаңыз жаңағы so like just like follow influencers who speak the language that you're learning. So yeah, build your environment, like build your digital environment in the language that телефоныңыздағы жаңағы setting'де да жаңағы if your phone's language right now is either Russian or like Kyrgyzstan or Uzbek, whatever, just change it to English, just change it to Korean. I mean, yeah, алдын корей тілін үйреніватқан кезінде менің телефоным бәрі сол корей тілінде еді да, жаңағы несі, like the language of my phone, телефонның тілі. So yeah, and it helped me so much actually. And this is actually my favorite quote that like that inspires me. Opportunities come to those who have prepared themselves. тек отырып жаңағы мысалы менде анау жоқ, бәрібір мен үйрене алмаймын, like I can't do it anyway, like I don't have money деп не сондай сылтауларды, like if you just keep finding excuses, I mean you'll never be able to get what you want. So just like prepare yourself, don't just wait for opportunities to come. And so yeah, ескерген үшін рахмет. I hope that was beneficial for you. Саған да рахмет, Гүлбану. Рахмет саған үшін. Гүлбану қазір Кореяда жасап жатыр. Ол көбінше я корей тілінде, я болмаса инглиз тілінде сөйлейді, соның үшін болмайсыз дейді. Көбінше английский сөйлегеніне де енді қарақалпақша жүзде аз сөйлейді да. Оны да түсінеміз. Рахмет, бірақ түсіну да меніңше нормально түсінікті болып деген үміттемін. Енді английский меніңше біздерде көпшілік английскийді жақсы біледі. Жақсы түсінді деген үміттеміз. Түсінікті болды деген үміттемін. Яқ зор болды. Енді мәселен біздер алдын айтпап едік. Сұрауларыңыз болса, енді бізде Q&A session hazır. Сұрауларыңыз болса, соған жауап береміз. Қарайсаңыз, комментарийда жазып кетсеңіз болады. Ең ақырғы посттың комментариясында немесе қарайсаңыз, мен сұрау беремін деп не қылсаңыз, қолыңызды көтерсеңіз, ашып береміз сұрау беруге. Микрофонды. Salim Hamege. Исілтім ба? Okay. So I'm Zinet. Tumarla programda qosылып тұрманда мен азыр. Thank you so much for joining us, guys. And рахмет қосылғаныңызға. Бағану саған айрықша рахмет, Перизат сағанам. Менде енді бір-екі сұрау бар да. I actually started learning Chinese. Oh my God, I got obsessed with the like Chinese language, culture, and series, I would say. Енді мені алдын корейский үйреніп көрдім, бірақ to some like maybe A2 or something. Бірақ ақырына шейін жеткізе алмадым because of studies again. But I started learning Chinese like a month ago. Бірақ қатты қиналып жатпын, расын айтсам. Like, do you have any tips for the ones who are just starting the language and like енді олардың жазу системасы, оқу системасы басқаша ғой? I mean, the alphabet, не дейтін еді? Alphabet. Yeah, like the characters, иероглифлар. Yes. Yeah. Меніңше менің үшін қатты қиын болды, себебі бір иероглиф тек қана бір
тек қана бір сөз емес та, like it means like so many other, like it has so many different meanings, just like one character. Сол үшін hamde қиын бір иероглиф бар, даже андай жазуға қиын да, like it's hard even to like write the entire character, you know. Сол Did үшін you маған қиын actually болады. start with it? Did you actually start with like learning жаңағы жазуды үйренуден басладың ба, или просто тек разговорныйды үйрендің баста? Мен кәдімгідей мен баста сол фразалардан үйрендім. Фразалардан бастап like the basic phrases. Енді алфавит жоқ болғаннан кейін әр иероглифтің мындай саундлары, айтулары басқаша болғаннан кейін өтіп жазып, неғып, нетпедім мен. Тек жаңағы сол фразалар жаңағы like the basic phrases тек блокнотыма жазып, қайталап жаза беретін. Сондай бір иероглиф болса, соны like I just kept repeating like the same character over and over again until like I memorized them. When I was learning Chinese, I was not really taking it serious, so but I was like keeping a notebook, but still I did not have like really, really ambitious goals. So I think I just like studied for fun, and I'm planning to study for fun because it's so much fun, you know. So жаңағы иероглифларға қиналсаңыз, тек қана сол қайталап жазған сол көмектеседі меніңше. Рахмет. Yeah, I will try to do it because уже на иероглифах жазып бастағанда уже demotivated болып кеттім. No, I can't do this. What the heck? Like, okay, that's not the right word. Неге бұндай қиын деп. Like to keep yourself motivated, just like watch some Chinese movies. Actually, but біздердің университетімізде like Chinese, there are like a lot of Chinese people, and сөйтіп біздің like in one of the classes that I'm taking right now, there are like a couple of Chinese people, and менің достарым да, like my classmates, being алдында, like they were like talking in Chinese, and it sounds so cool in like real life, and I just got so much like motivated once more. So yeah, I mean, like I want to be able to talk with my Chinese classmates, so I think that's what is keeping me motivated right now. Sounds good. Thank you so much. And неге сұрақ бар екен жаңағы группада английский үйренуге общий қанша уақыт кетеді деп айтады Мадина, и английский тек қана грамматика емес қой, енді соның үшін global thinking and creativityді қалай асырсақ болады дейді. And speaking'да да no idea, менде қадайым сол жағдай күтіп мен қиналаман, не қылсам болады. It's a very like broad question, but you can kind of like try to answer. Thank you so much, Madina. Thank you, Marina, for your question. Сұрағыңыз үшін рахмет. Мен англис тілін үйреніп жатқан кезімде айттым ғой, жаңағыдай киноларды көп көріп, жаңағыдай, and also like романларды көп оқитын едім, кітаптар бар ғой, кәдімгі fiction, like the fiction books. So романларды оқысаңыз, some of them don't really have like a complex English. Мысалы, Colleen Hoover бар ғой, көп адам білетін шығар. Соң кітаптарын оқитын едім, андай тым қатты қиын болмайтын еді меніңше. Like I think she uses like a simple language. Гарри Поттердің кітаптарын оқып едім. Меніңше осындай кітаптарды оқысаңыз, һәм тіл үйренесіз, һәм андай like how do you say it? Like it helps with your creativity as well. Like you start having more ideas in your mind. So yeah, you also like, it also helps you grow as a person, because I mean, yeah, I mean, just watching like good movies and like reading good books helps you to like grow as a person, I think. So тек сол өзіңізге ұнаған кітаптарды оқыңыз,
өзіңізге ұнаған TV шоуларды көрің. Мен үйреніп жатқан кезімде Anne with an E'ді қатты жақсы көріп көретінім. It's like such a good show. And so, yeah. Менде бір тип бар, енді мен бұны английский үйреніп жатқан уақытында қолдандым да. Мен өзім қызыққан, мысалы үшін, өзім қызықпасам, like I was more interested in science, but apart from that, and the culture hakkında, like art hakkında, подкастларды көретінім да, көп английскім көретінім хан, подкастларды түсінсем, түсінбесем. Like while you are like doing like chores at home or like doing some other stuff, walking, сондай environmentқа түсу керек та. И you don't have to like подкаст деген маған білмеймін, сол зат жақсы көремін. Әрдайым қайсы тіл үйреніп жатсам, содан подкаст көремін. I hope that helps as well, in some sense, yeah. Подкаст. Мен сол мен бүгінлері көп естіп жүрген жоқпын подкаст, бірақ алдын сол қатты беріліп жаңағы тілдерді үйреніп жатқан кезімде қатты көп еститінім English болса, English менен Koreanға. Сол. Dina, thank you so much деп жатыр. Арзымайды, ой. I mean, Banu. You're welcome. Good luck with learning English. Yeah. Хай, менде де бір сұрау бар. Өздерім сұрап отыра берейік қой. Я, короче, ұлыма мен да японский үйреніп отыр едім. Сөйтіп, біраз тоқтап қалды. Басында Duolingo'ны үйреніп отыр едім. Learn Japanese from Zero деген YouTube видеоларды көріп басладым. Сондай, бір жерде естім жандай, сен айттың ғой, ана Атака Титанды япон тілінде көріп, сөйтіп, тек субтитры английский еді, өзі японский деп не. Бірақ маған да анимелер онша ұнамайды да. И кино Атака Титан көп па? Қандай? Көбінше анимелер көп болады. Мен көбіз көрге уақытым жоқ. Не ғой, сен студия делает көрсе, like it's just like кинода кәдімгідей не, 1 сағат, ярым сағаттық не? Андай series, like TV, like, короче, series, нелер, сериялар жоқ та, тек бір андай кинодай қылып, 1 сағат, 1,5 сағат отырып көресек. Ghibli. Японский ма ола? Ала. Сол сайтларда көп, жаңағы in Japanese with English subtitles көрсем болады. Окей. Сонан сол анимеге ұқсаған емес, кішкентайлау, бірақ бегинерлар сонда енді үйреніп жатқанлар үшін япон тілін. Онда соны насихат бересің бе жаңа? Болмаса, мен алдын сол япон тілін үйреніп жатқан кезінде көрген бір YouTube каналдарым бар еді, жаңағы, like, they were like really fun and interactive, so I can just like send you later, like the links for these YouTube channels. Сол, сен бағана айтып кеттің ғой, корейскийден линклар ма, ядыңа түскен кезде YouTube каналдың линклары ма, сондай соурслардан группаға бір пост қойсақ болады екен, японскийға, корейскийға, кейде чайнизға, 3 тілге пост қылып, мынандай линклар бар, енді үйреніп жатқанлар үшін жақсы екен деген қылып. Like resources, materials you can use for learning like this and this language. Yeah, we can do that. Recording қасына. Voice chatқа кіре алмағанларым, I think that would be beneficial even for those who couldn't participate in the voice chat today. Okay. Banu, yeah, it's a really good idea. Bana senin kanalın var еді, корейский үйренетілер үшін. Сөйтіп мұндағы көп адам сұрайды да менен не? Like, what can I use? Like, what kind of like textbooks or what kind of like what can I use to learn Korean or like to learn English деген сондай сұраулар көп келетін еді маған. Сөйтіп бір канал аштым.
like resources for Korean деп. Сөйтіп мен өзім қолданған жаңағы кітаптарымды, сол материалдарым, ресурсларым бәрін жіберіп тұрып едім. Бірақ кейін қойып кеттім. Бірақ сол каналға қарап бір пост істесек болады. Мен өзім істеп жіберсем болады. Yeah, that's good. Because you see, man, when I first started, I used your materials. Like, сенің қолданған кітапларыңды, хамесін со print out қылып. So, мен хазырам бар мен. I brought that with me to America, actually. Америкаға өзімен әкелдім. So, если мен да, сол ядыма түсіп кетті жаңа, өзінің каналы бар еді ғой, мен себебі содан пайдаландым да өзім. Okay, then, do you guys have any other questions, басқалар? Андай қолдарыңызды көтеріс, қол емес, не дейді, надырды? Like, there is like raising hand option. Yeah. Because not everyone is allowed to speak, so I can give you like an access, guys. Тек ана кнопканың үстін бассаңыз, бұл не аласыз? Елмаң, don't be shy. Yeah, it's very informal. Like, you know, like, уже сөйлескелерімізге қарап біліп алған шығарсыз. Informal. Мен қатты, like, this is how I'm trying to be, like, мен formal нем ғана. Like, I cannot be, like, too formal. Because our main goal is to қандай сұрақтар болса жауап беру, сол комьюнитиміздегі жастарға like максимум like it's formal, like formal болып сөйлессек оларға көбірек жәрдем береміз, so we can do that. But мына жерде хамы өзін еркін сезіп, қалеген сұрауларын беріп, there is no right or wrong question, so feel free. Yeah. Feel free. Қызыққан сұрауларыңыз барын берсеңіз. Группада жасаймын. Группада сұрау тұрыпты. Менімше бұл перейде. Нью-Йоркқа кіру үшін SAT мәз 800 алдыңыз ба деген ба? Мен Нью-Йоркқа кіргенімде экзамен тапсырған едім, имтихан тапсырдым. Содан максимал балл алдым. Бірақ менің сіңлімім Нью-Йоркқа кірбеді да. Онан со SAT мәзден 800 балл алды. Со 800-ден 800 балл алса, кейін IELTS минимум 5,5, мәзі 800-ден 8 қылса максимум, кейін 1 жылық грант ұтса болады. Apply мектеплерден, андай қанегелестірге мектеплерден, һәм президент мектеплерден барса 4 жылық грант ұтса болады. Түсінікті. Топик 5 алу үшін sorry. I didn't realize. Өзің қойсаң болғанда? Өзің қой өрсен ба? You can. You can. Тамағың дауыр ма? Жақсы. Тек дауысым ғой. Онда. Okay. Let me know, нелерін сұрағыл. Баста өзің басылғаннан кейін, давам етсен болады. Сен тамағым ауыр батыр дегенге ғой. Гүлбануға сұрау. Топик 5 алу үшін неше жыл таярландыңыз дейді. Корейс тілін бастап, сол 2020-ның июнысында ма бастадым, 2020-ның. Сөйтіп, топик экзаменнің өзін 2023-дің ноябрьіне тапсырдым. Сөйтіп, декабрьде жауаптар шықты. Сонда қанша 3 жылдан сәл көптеу кеткен бола ма? 3 жыл. Yeah. My math is not mathing, guys. Yeah, it's a bit more than 3 years. Yeah. Барбір өзің үйренсе осында көптеу уақыт кетеді. Бізде бетте де меніңше сондай корейс тілі, топиклер көп танықлы болып баратып, көп таралып, не енді Ташкентте сондай, Нүкісте де енді әстен хәмме тапсырып қызығып атырды. Шынбайға еле жетіп бармаған шығар.
сондай көп жерге жетіп барса IELTS-қа ұқсап бұлам сондай topical one тренд болып кетсе, меніңше көп мұғалімдер болып тезлеу болады меніңше уақытыне уже 1,5-2 жылдарда арқайын топик 4-5 алатын қылып. Хоп. Және біздердің басқа қатынасушыларымыздан сұраулар болса берсеңіз болады. Қол көтерсеңіз болады. In the meantime, again, you can also talk about the platforms that you use to practice your English or Korean and tandem, Hello Talk деген. Like how it's we like shy болмадың ба баста сөйлесуге like strangerларға? Көп андай failurelар болды. Себебі адамдарға жазасаң жаңағы Korean people'ларға hello деп бастасаң, одан кейін ондай common language жоқ та, тек просто жаңағыдай like basic conversation'да тоқтап қалады да, кейін андай дос болып кете алмадым да көп адамдармен. Тек жаңағы сол қызық ондай like I only became friends with people who shared the same vibe with me, the same like the same interests, like we just got the same like a common language. Бірақ көбісіменен сол жаңағы like in Russian общий язык дейді ғой, like common language таба алмадым көп адамдармен. And that's okay. Көп адамдармен ондай онша сөйлесе алмасаң, like it's okay. Just keep texting people. And also like the Korean people are more reserved болады ғой. Онша сөйлемейді, like тез шығысып кетпейтін. And America, like when it comes to English, it was like the opposite. I had so much friends. Мен free for talk деген пайдаландым да. Сол вақытта. It was Kiri? I actually used that free for talk, Really? There were a lot of Indians too. But yeah, you can уже мен акцентті естісем уже it doesn't have to be Indian, any accent естісем уже шығып кететінім. Только андай нелерім бар да, native speakerлар или тілді жақсы үйренгендер. Like I would only talk to them. Яман racist дедім ғой мен. Сиуан деген группа бөлсек, Сиуан City. You will be shocked дейсің. Okay, we have questions. Гүлбануға сұрауларымыз бар екен. Қарақалпақстаннан оқушылар бар ма сізде? Ханьянды айтқан ба, ямаса сенің неңді Сеулды айтқан ба, білмедік, бірақ окей, жауап бере бер. He's actually my friend. He studies in Gyeonggi. Сардар. Сардар, мен университетіндегі нені айтатсың ба? Yeah. Like at my university, there's like one. Мен университетінде бір қарақалпақ бала бар меніңше. Бірақ онша сөйлеспейміз. Боламын. Бірақ бар біреу. Басқа Сеулдағыларын онша танымайтын шығарсың, иә? Басқа университеттерден. Басқа университеттерден Сеулда тым ондай көп емес, бірақ бар, танимын. Сол жаңағы Қарақалпақстаннан келген оқушылар, студенттер. Ихуа Women's University'да бір достым бар. Actually, универларға тапсыратқан кезде өзі 2 универға тапсырдым да. Because the application fee was like so expensive. It was like $150 per
application for like each university. Har университетке тапсыру үшін $150 еді да application fee. Соның үшін негізі 5 универға ма тапсырман деп отырдым. But ended up just applying for 2. Ihwa Women's Universityға тапсырдым, одан кейін Ханянға тапсырдым. Сөйтіп, Ихуаныкі ертелеу шықты да, result'іне. And I got rejection. I got rejection from like Ihwa Women's University. Сөйтіп, одан кейін I was depressed for a month and then I got accepted to Hanyang. So yeah, айтар жағым, сол Ihwa Women's University'де бір қыз бар, танитын, Қарабасыннан келген. Зор. Окей. Хanyang is like топтан емес па Ихуаға қарағанда? Business. Yeah. Ranking бойынша Hanyang is more like prestigious, but still like Ihwa is like so vibey. Like I like the. Are you feminist? No. I see. Oh. I mean, I'm yeah. just kidding. I just remembered that real. I'm not that feminist. I can't. But yeah, Women's University болса только да, әйелдер болады ма сонда? Ой, тек қыздар емес, әйелдер. Тек қыздар. Okay, Exchange басқа елдерде деген андай male students болуы мүмкін, like from another country. Yeah. But generally, yeah, they do not. Only like girls. Тек қыздар оқиды. That's crazy. Мен бір сұрау бар, just out of curiosity. Why? Неге GKS-қа тапсырмадың? It's one of my actually мен енді біздер Қарабасында өзесінде мектепті майда бітіреміз ғой, майда июньда. Бірақ Кореяда мартта емес. Қыста мартта басталады да оқу, не? Сөйтіп күзде тамам болады оқу. Біздерде күзде басталады оқу, майда тамам болады. Ал мына Кореяда десе, айта жақ болғаным, GKS-қа тапсыру үшін you can only apply for the spring semester. And in my case, it was very urgent. I don't know why there was this pressure for my parents to like leave as soon as I graduate. So I couldn't spring semester күтамын. Соның үшін бірден асығып, so отдельно жаңағы like I just applied like separately for the universities. Especially parents-тан емес қой, society-дің pressure-сы ғой ол. Сонша үйреніп жатыр еді, қаққа кетті, ешқаққа кетпеген ғой деген дейсіздер ме? Сентябрь келді, көп оқушы, һәм студенттер жаңағы кетіп жатыр, оқитын жаңағы қалаларына, бірақ мен мына жақта қалдым. Сондай не pressure болды for my parents, like from the society. I understand. But хамеш жақсылыққа, қазір зор универде оқытсаң, хәуесіңіз келеді, раса. So, yeah. Зор, Ханянам. Еще business administration вообще. Окей, кейінгі сұрау сол Ханянға байланысты екен. Ханянға грантқа өту аңсат па? Extracurricular activities сіз тапсыруға бола ма? Болатын шығар. Депті. Мен тапсырған кезде мен өзім extracurricular бар еді менде. Like I had a language learning club actually. Не 10-ші классымда ма, 9-ші классымда ма, достарымменен сондай клуб ашып мектепте 5-ші, 6-ші классларға сондай тілдер үйретеміз деп. Тілдер үйретпейміз, бірақ we just like help them learn. Like we didn't really teach them. Үйретпедік, тек просто олардың үйренуіне көмектестік. Сондай сөйтіп
олимпиадаларға барған, жаңағы бір екі грамоталарым бар еді, соларды тапсырып едім. Бірақ меніңше олар андайғы қатты like important болды деп ойламаймын. Себебі like меніңше олар тек мен мектептегі бағаларыма, жаңағы сертификатларымның нелеріне, IELTS-қа, топикқа көп клеу қарады деп ойлаймын. Мен грант алу аңсатпа дегенге, менде қазір ханеңда 50% грант бар. Контракттың жартысын төлеймін, жартысы грантта. Сол 50% грантты топик 5 һәм IELTS шетімен алдым. Һәм мектептегі бағаларым һәммесі 5 еді. Егер 100% аламын десең, меніңше сол IELTS көплеу һәм extracurricular'ым көплеу болу керек меніңше. Меніңше ода да сондай early decision, regular decision деген бар ма? Коммунаптағыда емесе бір тапсырама? No. Тек әр универда отдельно әр универдің өздерінің сайтлары бар да. Сондай Американың университеттеріне ұқсап бір application, бір программ жоқ та. Әр универдің өздерінің сайтларына тапсырасыз, одан кейін offline application, бірінші раундтан өткеннен кейін екінші раунд ұсынады, ода почтадан жүрсең, жаңағы like the hard copies of the documents, сөйтіп сол әр универдің өздерінің несінен сайтларына тапсырасыз. Окей. Кен Кореяда оқу үшін қайсы университеттер жақсырақ деген екен? Енді like if you prestigious ең андай rankingда бірінші болып тұрған университетке тапсырған жақсы ғой бәрібір. Егер if you want to get like a quality good education, how do you say this in Kirklepack? Андай жақсы сападағы білімді аламын десең, бәрібір сол ең бірінші топ 10-дағы тұрған университетке тапсырған жақсы бәрібір. So, but you know what? Actually, like there are some people from Central Asia, mostly I think from Uzbekistan, who just want to work most of the time and they don't really want to spend much time studying at school. So actually, yeah, there are some universities like that here in Korea, and bachelor's degree болса да, хаптесіне бір 2 мәрте барасың жаңағы залға. Онша қиын емес та, тек барып келіп. Like, yeah, so like, I'm not recommending you to apply for this kind of universities if you want to get like a real like education. So, yeah. Кен меніңше ол жөнелісіне байланысты, мәселен өзінің жөнелісіндегі сол Кореядағы, мәселен mechanical engineeringдағы топ университеттерді search қылсында, сол универдің өзін отдельно және үйреніп, сол жөнеліс бойынша ранкингі қанша, қандай шарттар бар, лабораториялары, жөнелісіне байланысты, мәселен журналистика болса, сол журналистика бойынша нелері, қандай шарт жаратып береді, ямаса басқа нелермен байланысты internship'лар, мәселен басқа компаниялармен ба, басқа мемлекеттермен ба, соларды көру керек. Өзің жөнеліс бойынша іздеп көру керек ең жақсысы. Окей. Кен чатта жазған екен, Кореяға барғанда ең бірінші сезім қандай болды? Өзіңіз қатты қалеп арзу етіп бардыңыз ба? I did it деген сезім болды ма? Кореяға кірген уақытта ма? Осы сұрақ қатты қызық деген екен. Расын айтсам, Кореяға енді келген кезінде I did not like
жасайтын жерімді мындай қылып забронировать етіп букинг етіп қойған жоқпын да, тайм тұрған жоқ еді баратын жеріне. Сол самолеттен түскен кезімде ең үлкен проблем сол болды. Бірақ енді көріп қойдым, жаңағы телефоннан, сайтлардан жаңағы бір комнаталарды көплеу мындай бір-екі айға жасауға болатын. Сол автобустан қалай қойған аман, жаңағы метролардан қалай қойған аман. Енді мен білмеймін ғой енді, because like I don't know why like Korea has like at first Korea it seemed like Korea had a very complicated like transport system. Біздер жаңағы автобус метроларға кірген кезде кэш ұлыма алмайды екен да, андай нақ ақша алмайды екен. Сөйтіп автобусқа кірген кезде жаңағы мен кәдімгідей андай нақ ақшаны беріп тұрмын да таксистке не, and he's like confused and басқа мен кәдімгідей карталарын деп деп не кіріп жатырды да ол не автобусқа. Ал мен есе like I was like so lost, you know. Ең бірінші сол болды автобус. 2 мәрте мінген кезінде ұлма төлемей міндім, because I didn't have a card. Картам жоқ еді. Сол неге кэш алмайды ғой енді, нақ ақша алмайды. 2 мәрте таксистларым ол кезде мындағы жаман көзімен қарап неғылған жоқ та ұлма не. Like it's okay деп бәрі жақсы, кейін кезде төлейсіз ғой, сондай деп жіберді. And I was like so happy. You guys are welcoming me so kindly, like I'm grateful, like сөйтіп неттім. Сөйтіп барып сол неме жасайтын жеріме жайғастым. Сөйтіп алай қатты like it was like so good, you know. Oh, Korea. I mean like I think it was like in September. And the weather was a bit hot, but still I just went out a lot and көп айландым, қаңғырып, былай. Басынан қатты мощный сезім болды, жаңағыдай Korea деп. Сөйтіп ең қатты excited болған уақытым университетімнің Ханьяңның кампусына ең бірінші келген кезім болды. Сол метродан түстім. Біздердің метро университетімізға отдельно like metro like subway station бар да. Сол университетімізға баратын сол subwayдан түстім, метродан түстім. Сөйтіп метроның ішінен не бар екен да? Like when you go to the campus, you always go through the subway station. There's always like a coffee shop. Кірген кезінде ең бірінші сезген сәтім сол like the smell of coffee, кофенің иісі қатты жағымды болды. Сол сөйтіп текшеден мініп деп кірдім. And in front of me, like the main building of Hanyang, and it was like енді алдын тек қана суреттерден көріп тапсырып ғой енді, like before like seeing it in real life. But when I saw like the main building in real life, it just felt, I don't know, like unbelievable. Like it was so big and like so good. Yeah. Ханьяңның кампусы вообще мощный ғой. Yeah, I love our campus so much, guys. Okay. Чатқа қарап жүрші, кәрісі репортлар жазған. Мен ол жеріне түсінбедім. Кейін кәрісше сөйлеп берің, пожалуйста, деген. Кейін Гүлбаны бұрт жазған, короче. Кейін консалтинг сұраған екен. SBS әсен айта берал. Кәрішелеп не деп айтам бадай. Давайте бұл жер или зор болады деген сөзді на корейском айтып көрсі.
Oh, okay. It's our kind of motto there. 이곳은 미래에 더 좋은 곳이 될 거예요. Like this place will be a better place in the future. Wow. I don't know why. I think my Korean would sound more natural if I used like a real life Korean. I see. But still. And it sounds so cute, you know? 이곳은 미래에 더 좋은 곳이 될 거예요. Luna degende soru бар екен мына жерде. Access бердім. You can speak up. I think Luna. I think so. Консалтингмен тапсырған жақсы ма, я өзің һәр біріне бөлек тапсырған жақсы ма, in your opinion, деген екен. Like it depends on in the finance өзіңіздің финансларыңызға қараң. Мен тапсырған кезімде онша ақшам жоқ еді. Ақшамды кетіргім келгенім жоқ. Енді өзім қалатын затты неге біреуге тапсырып біреуге ақша төлетіп соны не қылуым керек. Мен ойлаған кезімде сәтте тек жаңағы университеттің документтерін өзің жинайсың, универлердің сайтларына кіріп, кәдімгідей аймасын нетіп жазсаң, апплоуд етіп, оның еш қиын жері жоқ еді мен тапсырған кезімде. Оның еш қиын жері жоқ деп ойлайтын едім. Сөйтіп өзім тапсырдым. But ауа арасының стресс, like it was like very stressful. Көп стресс алдым тапсырып жатқан кезде, көбінесе документтер тәрлеп жатқан кезде. Соның үшін егер нервларымды асырағым келеді дейтін болсаңыз, консалтингнен қолдансаңыз болады. Бірақ негізі оның еш қиын жері жоқ. Өзіңіз тапсырсаңыз болады. Ақшаңыз болса. Мен ақшам жоқ еді. Мен өзімнің opinionim, пікірім, меніңше өзі тапсырған жақсылау. Себебі андай, especially American universitieslарда қызығушылығыңды motivation letter жазғанда өзіңдей болып ешкім сені көрсетіп бере алмайды университетке. Сен өзің білесің өзіңде қандай passion барын, не барын. Сол үшін мен like also why to waste money, you know? Өзіңнің қолыңнан келетін зат. Азғантай research қылсаң, азғантай андай еще адамдардан көп сұрау сұрасаң, мысалы үшін Гүлбануға жазсаң телеграмнан или басқа жерден Гүлбану маған код бер. Like they're very willing to, you know? Маған жазсайым сондай. So sorry. Don't waste your money and kind of thing. And өзің істеген жақсылау деп ойлаймын. И консалтинг сенімді болған жағдайда. And there are so many scammers these days, so. Hamda меніңше оған сондай бір опыт болады. Кейін like it would be like an experience for you. Like you would like after getting accepted, you would just feel like, oh, I did it, you know. It's not like anybody else who did it for me, but like it was just like me. So it's like another like I don't know. Окей, біздерде және жазып отырды сұрау. 50% грант ұтқанда да қалғаны өзің жұмыс істеп төлеу оқуға кесел етпеді ма? Етеді ма? Чатта. оқуға кесел етпеді ма деп. Қиын баланс табу, һәм жұмыс, һәм part-time jobs, һәм оқып. Бірақ уақыт бәрін табасаң, түнімен тұрып, мен үшін көп, I just complain a lot because of like working, because of like having to work. But still like it's just what it is, and but I try to spend like much of my free time
like just like outside of work. Оқуға көп кешеніп береді деп ойламаймын. Егер оқудан жұмыстан тысқары бос уақытыңның бәрін сол жаңағы оқуға оқумен like spend қылсаң. So yeah, it's like не дейді ең бастысы сен өзің сол Кореяға барып оқуды қаладың, Корея тіліне, мәдениетіне, оқуына қызықтың, келдің. Енді әрдайым сен күткендей бола бермейді ол. Плюс-минус болады, қиыншылықтар болады, бірақ like it helps you to grow, to learn. Yeah. And it's like барбір ондай престижный университеттерде оқуға ансат емес та. И сен ешқандай фондпен емес, өзің барып жатқаның үшін. Yes. Егер фондпен барғанда кейін оған барып жұмыс істеп беруің керек, сондай нелер бар ғой. Өзің неткенің үшін. Енді әміздің плюс-минус тарифы бар. Енді өзіңді сен зато келгеннен кейін сенде жөнелісің бойынша жақсы университеттің дипломы и жақсы experience болады. The work experience. Yeah. Yeah. Okay. In general, сол не дейді, осы чатымыздың ұлымалық messages сипатында не айта аласың? Message, like the final message. Сол жаңағы үмканиятлар қашан келеді, жаңағы opportunity қашан келеді деп күтіп отырмаң. Тәран баслаң. Андай сізге андай ең қолайлы келген уақытты күтіп отыра берсең бәрібір келмейді ол. Соның үшін сол мақсатыңыз, мысалы, if you want to study abroad, just like start studying now, like just don't wait for the perfect opportunity to come. Yeah. Yeah, and бұл жолда, мәселен, тіл үйренуде де, шетелде оқуды да һәм қиыншылықтар болады. Сіз ойлап жатқандай, мәселен, әміз зор болып кетеді деген емес, бірақ сол қиыншылықтарына да шыдай алсаңыз, тіл үйренгенде де, шетелге тапсырғанда да, ол жерге кейін барғаннан кейін соған шыдай алсаңыз, бір еплеп алсаңыз, бір хоп деп алса дейді ғой, сеңіз өзінің нәтижесін береді да. Соның үшін тұрақлылық болу керек әрдайым. Тәртіп, тұрақлылық, интизам бұл ең керек зат. Ол болмаса, дисциплина болмаса барбір пайдасы жоқ. Не қылып мың қызықсаңыз, соның үшін күшлі қызығу һәм дисциплинаменен үйренсеңіз болады. Біздің неміз месседжіміз. And yeah, thank you very much for your advices деген екен. You're welcome. Kai. Ой. Then what? Болды, өзіңіз қолаңыз көтермедіңіз. Сұраламыз тәуселді, уақытымыздан бір сәттен асып кетті. Кореяда қазір сағат түнгі 1-ден өтіп кетті, я. Рахмет сенің да уақытыңды бөліп, бізден чатымызға қатынасқан үшін. It was an honor. Yeah. Thank you very much for sharing your journey with us. And меніңше тәуісекте болады. Yeah. Okay. Болмасам, Хамиге рахмет қосылғаныңыз үшін. Біздер жазып алдық бұл чатты. Жіберіп қоямыз группаға. Жаңағыдай айтқанымыздай, корейс тілін, япон тілін,
Қытай тілін үйрену бойынша ошондой линклер менен sourcelар менен косуп жиберип коюп аракет кылабыз, пайдалы. Һәм Гүлбануга да көп рахмет. Әумет, шаршама. Рахмет. Yeah. Like, thank you so much. Thank you so Yeah, much for inviting. Welcome. Сен вакытыңды бөлүп, бизден бирге чейин бизен болгону үчүн рахмет. Like, өзү окуу негизинде аңсат эмес. Катты кыйнап эмес, бирок негизинде аңсатам эмес. Ташкентте окуу маселе аңсат эмес. Биз даже бизде ушундай financial problemлар бар. Like, Yeah. I got you all the time, like as a student, and wish you good luck. Don't be sick. Thank you. Take care. Thank you. But, You also take get care. better. Yeah, thank Like, you. Is it getting better? Are you taking some medicine? Yes, That I don't know what's wrong with. yes. Ташкентте вирус бар. Hamma grip. Yeah, Really? something like that. Gosh. Өзүңө айтамын деп. Take care of yourself. Okay, рахмет хаммиге. Рахмет. Әумет хаммиге. Рахмет амеге келгениңиз үчүн. Хаммиге әумет. Үйрөнүп аткан тилдериңизде жаңагыдай интизам һәм кызыгуучулук менен дawam этесиз деген үмүттөбүз. Биздердин workshoplарыбызга, ушундай чатларыбызга косулсаңыз болот. Бопту. Хаммиге рахмет. Рахмет.